Ұлықпан мен қария. Ұлықпан хакім жас кезінде бір шаһарға жолаушылап бара жатады. Жолда бір шалды көреді. Жөн сұраса келсе, екеуінің барар жері бір екен. Ұлықпан шалға: «Ата, жолды қысқартайық» деді. Шал: «Жол қалай қысқарады?» деп сұрады. Ұлықпан: «Жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бір-бірімізді кезек-кезек арқаласақ болған» деді. Шал түсінбей бетіне ажырайып қарайды да қояды. Ішінен: «Япырмай, мына бір кесапатты адам болмаса егеді, сөзінің түрі жаман екен. Зіңгіттей жігіт мен арқалауын арқалар, ал қаусаған кәрі мен оны қалай арқаламақпын» деп ойлайды. Ұлықпан да үндемей жүре береді. Бір кезде межел жерге де жақындайды. Қаланың кіре берісінде пісіп, жайқалып тұрған бидайды көреді. Ұлықпан шалға: «Ата, мына егін сіздің елдіңкі ме?» деді. Шал: «Иә, біздің елдіңкі». «Иесін білесіз бе?» «Білемін». «Ендеше бұл желініп қойған егін бе, әлде желінбеген егін бе?» деді. Шал тағы да бетіне ажырайып қарайды. Ішінен: «Япырмай, мынаның бір сөзінен бір сөз сорақы болды-ау. Орылмай тұрған егінді көре тұра, бұл не айтқан?» деп ойлады. Одан өтіп шаһарға таяу қорымға жақындайды. Қорымда қабірге қойғалы жатқан өлікті көреді. Ұлықпан: «Ата, мына кісіні білесіз бе?» деп сұрады. Шал: «Білемін» деді. «Бұл кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба?» деп сұрады. Сол кезде шал шыдай алмай: «Өлмесе жерлеуге апармайды ғой» деп жігітке ұрсып тастады. Ұлықпан үндемеді. Шал марқұмның туыстарымен бірге мәйітті көрге қойысып, Құран бағыштайды. Бұлай шыққаннан кейін Ұлықпан: «Ата, әлгі кісі өлмеген екен» деді. Қарт ажырайып қарап, ішінен: «Уа Құдайым-ай, мына бір ақмақ бала екен. Кесапатынан құтқара көр. Көмілген адам тірі бола ма? Бұл не сөзі?» деді. Күн кеш болады. Екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да, күні бойы серік болғасын, амалсыз үйіне қондырмақ болады. Шалдың бойжеткен қызы бар екен. Қонағын үйіне кіргізіп қызына: «Шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келді, мейман ет. Бірақ сүйкімсіз мінезі бар, сөзінде кесепаты зор адам» деді. Қыз қонаққа ас беріп, дастархан басында онымен сөйлесіп көреді. Сөзі мағыналы, кескіні де ажарлы екен. Қыз ішінен: «Япыр-ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе? Сөзі түзу адам ғой» деп ойлады. Оңашада әкесіне: «Әке, сізбен еріп келген серігіңіз екі кісі ме, әлде бір кісі ме?» деді. Әкесі: «Жалғыз кісі» деді. «Үйде отырған қонақ сол ма?» «Иә, өзі». «Сөзінде кесапаты зор деген серігіңіз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз?» Әкесі қызына жолда болған оқиғаны түгел баяндайды. Қыз баланың айтқан сөздерін естіп: «Әке, бұл сөздер кесапат сөздер емес, мағынасы зор сөздер. Сіз оның айтқан сөзіне түсінбеген екенсіз. Оның бірінші, кезек арқаласып отыралық дегені, кезекпе-кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені, байдікі ме, кедейдіңкі ме дегені. Байдікі болса, өз көлігімен кісі жалдап, жыртып, тұқымын өзі себеді, өнімін де өзі алады, ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса, ол тұқымды несиеге сатып алады, жерді көлік жалдап жыртады да, түскен өнімнен қарызын қайта жабады. Сондықтан ол шикідей жеп қойғанға есеп болады». Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны, баласы бар ма дегені. Өлген адамды қабірге салғанда, балалары қабірдің басында Құран оқыған шығар. Соны көріп:
өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды, сондықтан ол өлмейді. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз, деді қызы. Шал өзінің сөз төркінін түсіне алмағанын мойындап, ұлықпанның жанына келеді де қолын алып: мен сенің айтқан сөздеріне түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызыммен екеуіңнің ақылың тең. Бірге өмір сүріңдер, деп қызын ұлықпанға қосыпты. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің каналымыз ұнаса, лайк басып, тіркеле отырыңыздар.